Қалайсыңдар? Міне 43-ші сабаққа да келдік. 43-ші сабақта біз негатив, болымсыз сөйлемдерді үйренетін боламыз. Біз алдыңғы сабақтарда қандай етістіктердің түрлерін үйрендік, сол етістіктердің түрлеріне байланысты болымсызды құрауды алдыңғы сабақтарда да негізі үйрендік, бірақ соны қайталау ретінде біз бұның барлығын, болымсыздықтардың барлығын бір жерге бұл кітапта жинақталған, соны біз өтетін боламыз. Міне isn't, haven't, don't, etc. бұлардың барлығы негативтер, яғни болымсыз етістіктер. We use not in negative sentence. Біз негатив, яғни болымсыз сөйлемдерде not дегенді қолданатын боламыз. Мысалы, позитивті, болымды да, мысалы қараңыздар. Am, is, are, was, were, have, has, will, can, could, must, should, would деген сияқты қолданған болсақ, ал болымсызда солардың соңына notты қосамыз. Am not, is not, are not, was not. Оның қысқа түрлері, мысалы I'm not, isn't деуге болады, is not'ты, aren't деуге болады, are not'ты, wasn't, weren't, haven't, hasn't, won't, can't, couldn't, mustn't, shouldn't, wouldn't. Осыларды ағылшындықтар could not, must not деп отырмайды. Couldn't, mustn't деп қысқаша айтады. Бізде де қазақ тілінде мысалы келе жатырмын деп айтып отырмай, келатырмын деп айтқандай, оларда could not деп отырмай, мысалы couldn't деп айта салады. Енді соның мысалдарын қарап көрейік. I am notқа кетіретін болсақ, I'm not tired. Мен шаршаған жоқпын. Сол кезде I'm not tired. Егерде жаңбыр жауып тұрған жоқ дейтін болсақ, it isn't raining, немесе it's not raining. Осылай айтамыз. Are notқа келтіретін болсақ, мысалды aren't-қа, they aren't, немесе they are not here. Ол мұнда емес. Julian wasn't hungry. Julian аш болған жоқ, яғни қарны аш болған жоқ. Julian wasn't hungry. Ол деген өткен шақ. Were not, weren't-кі қолданатын болсақ, the shops weren't open. Дүкендер ашық болған жоқ. The shops weren't open. Have-қа қолданатын болсақ, have not, haven't. I haven't finished my work. Мен жұмысымды әлі бітірмедім. I haven't finished my work. Мен жұмысымды бітірмедім. Has not-қа қолданатын болсақ, has-ға, Sue hasn't got a car. Sue'да машина жоқ. Sue hasn't got a car. Will not-қа қолданатын болсақ, мысал, we won't be here tomorrow. Біз ертең осында болмаймыз. We won't be. Егерде cannot-қа қолдансақ, George can't drive. George машина айдау білмейді. Егерде couldn't-қа қолдансақ, мысал, I couldn't sleep last night. Өткен түні мен ұйықтай алмадым. I couldn't sleep. Couldn't деген ол өткен шақ. Can't-тің. I couldn't sleep last night. Мен өткен түні ұйықтай алмадым. Must not-қа қолданатын болсақ, I mustn't forget to phone Jane. Мен Джейнге звондауды ұмытпау керекпін. Яғни должна забыть. Мен ұмытпау керекпін. I mustn't forget to phone Jane. Should not не следует. Should not деген саған керек емес деген сияқты. Не следует, істемегені жақсы деген сияқты. You shouldn't work so hard. Сондай қатты, ынталы жұмыс жасап, сондай қатты, яғни ынталы дегенде қатты дейік. Сондай қатты артық көп жұмыс жасап керек емес. Тебе не следует так сильно работать деген сияқты. Would not, wouldn't деген won't-тың өткен шағы. I wouldn't like to be an actor. I wouldn't like. Мына жерде бірақ я бы не хотел деген сияқты. Мне бы не понравилось деген сияқты. Мен актер болып жұмыс жасамас едім. Аудармасы солай болады. Бұл болымсыз етістіктер. Енді don't, doesn't, didn't деген болымсыз көмектескіш сөйлемдерді қарап көрейік. Present simple негативті. Present simple қарапайым. Осы шақта болымсыздығында біз don't, doesn't дегенді қолданамыз. Қандай? Work, live, go, here,
love деген сияқты етістіктерде осы don't жүреді. I don't work. Мысалы, мен жұмыс жасамаймын. You don't live. You don't go дейді. Сен бармайсың. She doesn't work. Міне he, she, itқа doesn't қолданамыз. I, we, theyға don't қолданамыз. Біз осының барлығын алдыңғы сабақтарда өттік. Егер де өтпеген болсаңыздар, қарап шығыңыздар юниттарды. She doesn't work. She doesn't go. He doesn't go деген сияқты. Past simple negative егер де өткен шақ болатын болса, онда барлығына didn't қолдана береміз. I-ға да, they-ға да, she-ға да didn't. They didn't work. Олар жұмыс жасамады. He didn't work. Ол жұмыс жасамады. She didn't go. Ол ана бармады деген сияқты. Осылай қолданамыз. Positive, negative, солардың мысалдарын қарап көрейік. I want to go out. Мен сыртқа шыққым келеді. Егер де болымсызға аударғымыз келсе, I don't want to go out. Мен сыртқа шыққым келмейді. They work hard. Олар қатты жұмыс жасайды. They don't work hard. Олар қатты жұмыс жасамайды. Liz plays the guitar. Liz plays the guitar. Liz гитар ойнайды. Liz doesn't play the guitar. Liz гитарда ойнамайды. Яғни гитар тартпайды. Гитар ойнамайды. My father likes his job. Әкем өз жұмысын жақсы көреді дейді. My father doesn't like his job. Менің әкеме өзінің жұмысы ұнамайды. I got up early this morning. Мен бүгін таңертең ерте тұрдым дейді. Егер де оны болымсызға аударғымыз келсе, I didn't get up early this morning. Мен бүгін таңертең ерте тұрмадым. Өткен шақ. They worked hard yesterday. Кеше олар қатты жұмыс жасады. They didn't work hard yesterday. Олар кеше қатты жұмыс жасамады. Мына жерде қараңыздар. Егер де болымсыз сөйлем болмаса, болымсыз болмаса, онда they worked деген соңында AD қосылған. Өткен шақты білдіреді. А егер де соны didn't пен қолданатын болсақ, болымсызбен, онда work сол қала береді. They didn't. Мына didn't-тің өзі өткен шақты білдіріп тұр. Оған тағы да work-қа AD қосып қажет емес. Сондықтан they didn't work hard yesterday. Кеше олар қатты жұмыс жасамады деп айтамыз. We played tennis. Біз теннис ойнадық. We didn't play tennis. Біз теннис ойнаған жоқпыз. Diane had dinner with us. Diana бізбен бірге кешкі тамақты ішті дейді. Diane didn't have dinner with us. Diana бізбен бірге тамақ ішпеді. Didn't have dinner with us. Енді don't бұйрық райға қалай қоямыз? Мысалы қараңыздар. Look деген қара деген. Don't look қарама. Тек алдына don't-ты қоя қоямыз. Wait for me, мені күт. Don't wait for me, мені күтпе дейді. Осылай қолданатын боламыз. Sometimes do is the main verb дейді. Кей кезде do ол кәдімгі етістік дейді. Мына жерде do, don't, did дегендер көмектескісі етістік қой. Ал кейбір кезде do деген кәдімгі етістік дейді. Кәдімгі етістік деген яғни work, live, go, help деген сияқты етістіктер. Бірақ енді оғанда да сол did көмектескіш қасына келеді. Сондықтан кішкене confused, аздап шатасуы мүмкін. Мысалы do something, бір нәрсе істе. Don't do anything, еш нәрсе істеме. Мысалы don't work деген сияқты don't do дейміз. Sue does a lot at weekends. Sue демалыс күндері көп нәрсе істеді. Does. Sue doesn't do much at weekends. Sue демалыстарда көп нәрсе істемейді. Мені doesn't do. Осы do. Яғни do деген қарапайым басқа етістіктер сияқты. I did what you said. Мен жасадым сен айтқан нәрсенді, мен істедім дейді. I didn't do what you said. Сен айтқан нәрсенді мен істемедім дейді. Осылай біз болымсыз етістіктердің көмектескіш етістіктерін қарап шықтық. Осымен сабағымыз бітті. Егер де ұнаған болса лайк басып, тіркеліп, колокольчик басып, сөйтіп қолдап қойсаңыздар, егер де бір нәрсе түсініксіз болса комментарийға жазыңыздар, жауап беремін иншалла.